осылай тәрбиелейміз. Солай ғой, балабақшадан бергеннен кейін барып, міне балалармен араласады, иә. Сосын ол кішкене мінезі өзгере бастайды. Осындай керек емес. Мектепке берген кезде тіпті бірінші кезекте соған қараймыз, екінші кезекте. Мектепте ол басқа балалармен араласады, төбелеседі, әртүрлі өмірді, әртүрлі мінездерді көреді деп ол араласады. Мынандай болады. Көрдіңіз бе? Яғни бала не істеп жатыр? Өзіне алып жатыр. Солай ғой, араласып кетті, манағы мұны көрді бала. Біз балаға көңіл бөлуіміз керек. Мейлі ол өсіп кетсін, мейлі ол мектепте болсын, мейлі ол балабақшада болсын, біз оларға ненің дұрыс, ненің бұрыс екеніне айтып отыруымыз керек. Тақырыбымыз зейін алғырлықтың алғышарты. Ата-аналар жиналысының тақырыбы, мақсаты бала тұлғасының тәрбиесіне ата-аналарға қолдау көрсетіп, педагогикалық және психологиялық кеңестер беру дейді. Ашылуына жағдай жасау, балалардың зейінінің даму проблемасының маңыздылығын түсіндіру дейді. Яғни зейін деген зат. Ата-аналарға зейінді дамыту дағдыларын меңгеруге көмектесу дейді. Енді ұлттық құндылықтар мен тұлғалық қасиеттер, шығармашылық, жағымды ерік-жігер, өзін-өзі басқару, жауапкершілік, үлкенді сыйлау, парасаттылық, өзара сыйластық, адалдық, шешімділік, осындай қасиеттерді балаларыңыздың бойыңыздан көргіңіз келе ме? Әрине көргілеріңіз керек. Ендеше бірінші кіріспе бөлімінде мынандай жүргізілген бар. Үйреншікті зейін дейді. Ырықты зейін деген зат. Ырықты зейін деген, яғни сен өз-өзіңді оқтап соған қаратпасаң, сен зейін бөлмейсің. Ырықсыз зейін деген зат. Ырықсыз зейін деген, мысалы қасында біреу бірдеңе ұстап отырады, бірдеңе көріп, бала ойнап отырады да, соны көргісі келіп, зейін аударыла ма баланың? Зейін аударылады. Міне осындай. Үшінші, үйреншікті зейін деген әдетке айналған зейін. Әдетке айналған деген, мысалы бала күнде сабақта келгенде әдеті сол. Мынандай көрсеткіштер беріледі. Қолын және аяғын мазасыз қимылдатып отырады. Байқала ма сондай? Бала да бар ғой, орындықтар. Менің ерекшелігім бар, мен бүйтем сөйтем деп, әркім өзінің айтсынша. Қандай ерекшеліктеріңіз бар? Жоқ, сіздер бақырған жеріңіз. Ал, үлкен үстемізді. Үлкен түйенің үлкен көпірді даярлық дей ме? Алай табамыз. Менің ерекшелігім келген сөзді қайтап алмаймын да, бірдеңені бетіне тіке. Сосын өкпеліп қалады ғой олады. Одан кейіннен түсініп, маған айтасың, айтқан дұрыс екен дейді. Сөз өзгереді соған. Демек, сіз дұрыс айтасыз, тіке айтасыз. Өте жақсы, сіз айтыңыз, өзіңіздің қасиетіңіз қандай? Мен наоборот ондай көп ести алмаймын. Керек кезде айтамын. Керек кездің қай екенін қашан білесіз? Керек кезі қалай? Көп сөйлемеймін да. Жарайды, жақсы. Көп сөйлемеймін, сөйлесем қатырамын дейсің. Негізі тұрып сөйлеген жақсы. Тұрып сөйлеген жақсы. Маған үйіне тұрып. Бәріне үйіне. Үлкен кісіге айта алмаймын ғой сізге. Мен де тік айтқан жақсы болады. Тік айтқанда кейіннен сол тік айтқаныма өте аламын. Ондай болады. Болады ондай? Құптап қоймайды. Өзі ғала көреміз да, мен сол тік айтқан жақсы көрем өзім. Рахмет, бір қасиет болса. Қасиетім болмасын. Отыра беріңіз, дұрыс айтасыз. Рахмет, әркім өзінің. Адамдардың көңіліне қарап жалпы ашылып көрген кезде қатты сөйлеп қалатын бар. Сіз айтыңыз. Мен адамдармен ұрыспалмаймын. Неге айта алмаймын. Қызыңыз сізге ұсамайды. Сосын көңілім қалған адаммен бірден қайтадан араласып кету. О да дұрыс, о да сізге ұсаған. Сіз айтып жүріңіз. Қайсысы болмасын. Жолдасыңыз теріс болды. Өзі сондай қосады ғой. Адамдардың күніне қараймын жалпы. Бірдеңені айтпастан бұрын алдартып ойлап, қалай болады, күнде тиіп па деген
өзімдікті қызба мінезім бар. Тарс етіп кеткен болатынымда. Жақсы. Ал сіз айтыңыз. Анам көңіліне қарап жүрмін. Адам бетке қарап адамын. Жақсы. Яғни сіздердің көбіңізде ортақ қасиет бар екен, адамға қарап сөйлей алмайтын, айта алмайтын қасиет бар екен. Ал қатысушыларды топқа бөліп қойып, өзіңіздің айтылған сөздерге қарама-қарсы қатынасыңызды айтып беріңіз, өмірдегі мысалдарды келтіріп, ойыңызды растаңыз дейді. Мысалы, бала нені үйренеді дейді. Баланы сынап отырса, бала нені үйренеді деп ойлайсыз? Міне, баланы сынап отырса, ол не? Өзі кінәлі сезінуді үйренеді. Я мен кінәлімін деп тез мойындайтын болады да, тез мойындайтын болады. Бала төзімділікте өссе, ол нені үйренеді? Бала шыдамдылықта өссе, не үйренеді? Басқаларды түсінуді үйренеді. Түсіндіңіз бе? Басқаларды түсінуді үйренеді. Баланы қолдап отырса, ол нені үйренеді? Баланы үнемі қолдап отырса, ол не үйренеді? Яғни сенімді болады, дұрыс. Баланы келемеждей берсе, ол не үйренеді? Келемеждей берсе. Ызақорлан бұрын, ызақорлық неге апарады? Тұйықтыққа апарады. Тұйық болу үйренеді. Ал сізге де қазір сұрақ қоямын. Сізге де сұрақ. Бала түсінікте ынтымақта өмір сүрсе, түсіністікте ынтымақтастықта өмір сүрсе, бала не үйренеді? Түсіністікте көпшілік сүйіспеншілікте үйренеді, махаббат үйренеді. Түсіндіңіз бе? Махаббат үйренеді. Міне осы жаттығу. Енді зейінді дамыту әдістері мен тәсілдерге қолданылған практикалық бағыттағы жұмыстар. Енді мына қараңыз, мына жерде мына Андерсонның қараңыз, галош әдісін пайдаланамыз. Циркалық галош әдісін. Енді қазір сізге галош кигізеді әже. Сіз галош киіп отырсыз, ол анау галош емес, ол циркалық галош. Циркалық галош деген Андерсонның галошы, ол былай киген кезде адам жақсы болып ойнап кетеді, мейірімді болып кетеді, жақсы жауап береді, не жамандық көрсетсе жақсы ойлайды. Сондайға сіз қазір дайынсыз ба? Галошты киіп отырсыз, галошты киіп сізге галош кигізді. Сіз жұмыс жасайсыз. Жұмыста барлық қызметшілерге сыйақы премия берілді. Алайда сізге берілген жоқ. Сіз не істейсіз? Мен не істейтінімді ендігіде аламын да. Сөйтіп қоясыз ба? Ол да жақсы. Яғни ендігіде аламын деп ойлайсыз ба? Ендігіде болмай қалса айтасыз. Алмай-ақ қоямын. Қалай? Алмай-ақ қоямын. Бұйырмағанды бұйырмайды ғой. Значит, сіз өзіңізді өзіңіз қалай деп ойлап отырсыз, мысалы, алмай-ақ қоямын деп соған төселіп отырсыз, яғни оған көніп отырсыз, неге көніп отырсыз? Енді бермей қалып қойды ғой енді олар. Бәрібір қайтып маған бермейді ғой, сол ғой. Енді мен болсам былай ойланып жүрмін. Әрине өкінішті. Ең бірінші ашу келеді адамға. Келді ма? Ашу. Келді ғой, Қазір ашылған жоқ. Ең бірінші ана жұмыс жасап жатқан уақытыңызда дейді. Сөйтіп беріп жатса, премия берілмей алса, сіз не істейсіз? Ең бірінші маған не бермей деген сияқты ашу келеді. Бірақ екінші менің ойымды мынандай келеді. Пенденің бергені емес, Алланың бергеніне ризамын. Бермесе бермей қойсын, Алла маған демек екі еселеп берген деп тұр деген сияқты. Сондай ой. Ал жақсы, сізге мынандай сұрақ. Сіз балаңыздан сабақта күнделікте кім сабақ
балалардан сұрайсыз. Және балаңыздың неге төмен бала алғанын білесіз, не істейсіз? Ашуланбаймын, мен айтамын, сабақта сен де сол бала сияқты оқуың керек. Сол кезде сен де жоғары бала аласың деп. Ал енді осыдан туады да бала саған айтпайды. Енді келеді де сізге айтпайды. Кім жақсы болады? Себебі ол сен де өзіңе жабыса кететінін біледі де. Келесіде айтпайды, қойшы дейді де кете береді. Сіз де сұрағыңыз келмейді, солай қалады. Солай ма? Солай шығады. Ал жақсы. Сізге бұндай сұрақ. Сіз өзіңізге ұнайтын өте керемет көйлек тіктірдіңіз. Алайда тойда отырғанда оның алдында шыққан төгіліп қалды. Сіздің жағдайыңыз не істейсіз? Қалай сіз отырсыз етірді жинамам? Не істейсіз? Тойдан кетіп қалады. Тойдан кетіп қаласыз. Басқа не жоқ, выход жоқ, иә? Ал мен болсам олай істемеймін. Мен болсам сол келсе кебе ортада теуіп келіп жүрмін. Сен басында таза күйін көрді ғой. Біреу төгіп кетіп шығады. Айтамын. Сұрақ қойыңызшы. Сұрақ қойайын. Сізді ата-аналар жиналысына шақырды, балаңыздың тәртібі нашар екенін барлық ата-аналардың көзінше қатты ескертті, сіз не істейсіз? Мен алдымен ондай жағдайда үйге барып қызыма ескертіп айтамын. Көпшіліктің көзінше ата-аналардың көзінше маған айтты, сен оқуың нашарлап кетті деп айтамын, жайлап түсіндіремін. Сосын үйде өзім де бір мезгіл қадағалаймын. Бұл менің де қателігімде жатыр. Ол дұрыс. Яғни сіз жайлап айтасыз, жайлап түсіндіріп, ең бірінші өзіңіздің мәселеңіз. Айтпай ақ қойса болмай ма? Айтпай ақ қойып түзете берсе болмай ма? Балаға айтпаса. Балаға айтып ескерту. Балаға айтып ескерту керек. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Енді сізге соққанмен ғой. Сізге қайтадан кейін манағы. Сіз жұмыс жасайсыз, жұмыста барлық қызметшілерге сыйақы премия берді, алайда сізге берген жоқ, сіз не дейсіз? Мана өзімізде қандай басында ашуланамыз ғой. Иә. Басында ашуланамыз, бірақ артынан қандай ақшаға мұқтаж адамдарға берген шығар деген сияқты өзімізді басатын шығармыз. Дұрыс. Сіз балаңыздан сабақта күнделікті кім сабақ айтатынын біліп отырсыз, ең жоғары бала алғанын сұрайсыз, балаңыздың неге төмен бала алғанын білесіз, не істейсіз? Неге алдың деген сияқты жайлап сұрап сөйлесем ба? Осы сен бала бәле болдың ғой. Жақсы ескертпедің ғой. Солай ма? Жалпы солай, иә. Ең бірінші ол деген сөз өзіңді жақсы көру деген сөз. Баланы жақсы көру емес. Сіз балаңызды жақсы көрмейсіз, өзіңізді жақсы көресіз. Келісесіз? Ең бірінші неге менің маңдайыма осындай бала береді, мен неге өйтіп төмендеуім керек, деген сияқты ең бірінші ата-ана біз өзімізді жақсы көреміз. Потому что біздің мойнымызда, бойымызда фанфары играют дейді орыстар, психология. Фанфары деген ата-аналардың көкірегінде мен ата-анамын, мені сыйлау керек, мен оны тудым ба, ол мені туды ма деген сияқты көкірек тұрады. Солай ма? Ал осы көкіректен бала қорқады деген келсесіздер, бала қорқады. Енді ары қарай мына зейінді дамыту жаттығулар. Енді зейін мен есті процесінде терең ойлайық. Қазір сіздерге сурет көрсетемін. Сурет көрсетемін. Қазір сіздерге мынаны көрсетемін. Қараңыздар. Мына Бағдаршам әдісі. Көрдіңіз бе? Міне. Мына жерде не көріп тұрсыңдар? Қараңдар міне. Қызыл, көк деп. Не көріп тұрсыңдар? Яғни түрлі түсті жазу. Енді қазір мынандай шарт. Мынау светофор, яғни Бағдаршам әдісі деген осы жерде зейінді талай береді. Міне қарап тұрыңыз, әжесіз бастайсыз міне.
бастайсыз міне оқисыз мынаны оқымайсыз мынаны түсіне қарап тұрып тез айтып тұрасыз ал мынау қандай түс мысалы жоқ қызыл демейсіз жазуды айтпайсыз тек күлгін қызыл жасыл деп түстерін айтасыз жоқ басында оқымайсыз күлгін деп түсін айтасыз күлгін сары көк қайта сары күлгін мына неге істедіңіз бұл қызыл ғой күлгін қызыл көк сары ана араласып кетті енді сіз көргісі қазір түсінбесеңіз жасыл күлгін көк жасыл қызыл қара көк жасыл шатасып кеттің иә шатасып кеттің енді міне бастап тұр күлгін қызыл жасыл күлгін көк күлгін қара қара кетті күлгін қара болып кетті сізді көрген ал сізді көрейік сары ашық көк жасыл қою қызыл қою қызыл деген қайсы қою қызыл емес қоңыр ғой қоңыр деп атады ғой жасыл неге жасыл болды жасыл деп кеттіңіз қара жасыл сосын қою жасыл дейміз қою жасыл қойшы қою жасыл мынау қара ғой қара ғой жасыл деген жазумен мына жақтан бір бөлек келді сіз қараңыз күлгін қызыл жасыл күлгін көк жасыл қызыл қара жасыл сары сұр қызыл сары күлгін көк қызыл жасыл көк қара сары қызыл қара сары қара жасыл күлгін көк сізді көрейік күлгін қызыл жасыл қара қызыл жасыл қара жасыл жасыл күлгін қызыл сары қара күлгін көк болды яғни міне қараңыз міне шатастыңыз иә енді қараңыз қаншама уақыт кетіп жатыр иә зейінді осы зейінді қаншама уақыт кетіп жатыр көрдіңіз ба сіздің өзіңіздің зейініңіз тұрақталмай жатыр ал оқушының зейіні тұрақталу үшін мен мынаны бірінші класста істеп тастадым қазір осыны балдарыңа істесем балдар зуылдап айтады ешқандай не істемейді балдар зуылдатады әсіресе қапиза зуылдатады мынаны баяғыда білесіз ба қапиза оқи алмайтын ғой иә басында келген білмейтін ғой енді соны үйреткенде міне осындайлармен қызықтырдым мен зейіндерін ояттым да бір нәрсеге зейінді аударып енді міне мынандай бар алдарында көрдіңіз ба бұл шунтик кестесі дейді шунтик кестесі көрдіңіз ба мынаның ортасына дәл ортасына көзіңді тақап қойып тезірек санап шығасың сандарды көзбен тауып иә ең жоғарғы сан 16 ма 16-ға дейін тезірек санап шығу керек кім шығады мына жерге ал бірінші сізден бастайық сізді біреу күшейді ал бастайық ортадан көзіңізді ешқайда бұрмайсыз тек тез тауып ретіретмен иә 6-13 жоқ мына нөлден мына жерден бастап тұрып бірден бастап тез көзіңмен 1, 2, 3 деп көзіңмен жүріп отырасың көзіңмен 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 өте жақсы Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. көрдіңіз бе басыңыз бүйтіп ауысты Иә, ауысты, иә. мына кісінікі қозғалған жоқ сіз кім бар сізді
мамадес көзбен жетті. Міне, ата-ананың оқушы прототипі деген дұрыс. Осы жерде міне Толыбай Аягүлдің мамасы, Толыбай Аягүлға ұқсап тұр, Толыбай Аягүл мамасына ұқсайды екен, яғни зейінді балалардың ішіне жатады, көрдіңіз ба? Ал сіздер де мысалы жасай алмай отқан ата-аналар мысалы өз балаларыңызды солай ойлаңыздар. Неге сен оқымайсың? Неге сен оқымайсың? Неге сен басқалардан жамансың? Жаңа көрдіңіз ба? Ренжейін дедіңіз ғой, да? Өзіңізге ренжіңіз бірінші. Өзіңізге ренжігеніңізді қойыңыз керек, өзіңіз осымен айналысыңыз керек. Көрдіңіз ба? Осы болғанда, міне осындай өзіңізді өзіңіз дамытып кішкене етсеңіз, бала сізге түзеледі екен. Психология. Көрдіңіз ба? Сондықтан сіздерге енді ары қарай мына өттік, мына жерде мына не бар міне. Дамуға реакция дейді. Бірге санаймыз, сана жаттығу, менің ізім жаттығуларым. Енді қорытынды бөлім бойынша қазір аффирмация әдіс бойынша сіздер естисіңдер. Міне қорытынды бөлім бойынша өздеріңіз не ұнады, не түсіндіңіздер, соны айтып бересіздер. Бүгінгі жиналыста қорытынды бөлім айтыңыз. Өзіңіз не түсіндіңіз, бүгінгі жиналыс қалай болды? Бүгін жиналыс өте жақсы өтті. Несі? Балдардың нейінің, әртүрлі оқуын, ата-аналар араласып яғни рахмет сізге. Мен Хабилам деген өте нашар оқушы еді ғой. Осы кісінің арқасында жақсы болып келе жатыр. Рахмет, еңбегіңіз жемісті болсын. Амин. Сау болыңыз. Енді сіз өзіңіз сөйлеп айтыңыз. Не түйдіңіз бүгінгі жиналысқа? Не түсіндіңіз? Жалпы жиналыста соңғы мұғалімдер біледі ғой, мынандай нелер, не деп айтсам, Біртұтас тәрбие. тәрбие осыны біз түсінбейміз ғой. Мысалы сіздер енді оқыған осындай нелер арқылы балаларға тәрбие бересіздер. Біздер оларды өте білмейміз мысалы. Осыларды қолдану жақсы екен деген ой келіп жатыр. Сізге көп рахмет. Сау болыңыз. Ал сіз өзіңіз сөйлеңіз. Бүгінге жақсы өтті. Білмейтін нелеріміз де көп екен. Сізге өте рахмет, сау бол. Жұмысыңыздың жемісін көріңіз. Балдар тәрбиелеп не істеп жатсың, сау бол, рахмет. Енді жалғасын бұған келген кезде еш сәтте мен білмейтін бірден бірінші классқа отырдым. Жаңағы орталықта жаңағы неде оқыдық. Одан кейін бірінші классқа отырдым. Содан шүкір Аллаға шүкір сіздің арқаларыңыз. Мейрамгүлдің екеуміздің арқамыз қатарға қосылып, кішкене тәртіпті де болды. Құдайға шүкір Алла. Сіздің арқаңыз сау болың. Рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Береміз. Сіз Бүгінгі ата-аналар жиналысы жақсы өтті. Апай сізге де рахмет. Ата-аналар осылай әртүрлі ойындармен қызықтырып, ортаны кішкене бізді де аштыңыз. Ұмытып қалған заттарымызды еске түсірдік, жалпы сізге рахмет. Жалғыз жұмыстарыңызды табыстап беремін. Балаларды осылай жетелеп жүрегіңіз. Амин, рахмет. Ал сіз Бүгінгі жиналыс өте жақсы өтті. Әртүрлі әдіс тәсілдермен өзімізді бір уақыт бала сезіндік. Сізге рахмет. Осылай балалардың әртүрлі ойындармен логикалық қабілеттерін зейінін ашып, балаларды үйреніп жатқанымызға сау болыңыз. ал сіз айтыңыз. Сіз айтыңыз. Қатар жиналысымыз өте жақсы өтті. Келесте балама енді жайлап түсіндіру дегенді көңілден Түйдіңіз. сабақ алған үшін Жақсы беріңіз. негізі осы көптеген жиналыстарда міндетті көріп жатырмыз ғой, енді білім сапасын осы беріп жатырған жаңа методикамен беріп жатырсыздар, көріп отырып балдарды қызықтыру, осындай
талпын тұру дегендей. Сонымен мен өзім қызымда кішкене тұйықталып бір не болып қалған болады. Қазір кішкене оқуға деген құлшынысы оянып келе жатыр, шүкір санаға. Көптеген білмеген, өзіміз мысалы білмеген заттарды үйрене жатырмыз өзімізде. Енді балдар жағдай берсе, аманшылық болса, одан да жақсылыққа жақсы білім алады деген үміттемін. Сізге алғысымыз шексіз, баламыз әйтеуір Құдайға шүкір жақсы білім алып келе жатыр. Мынада көп нелерді өзімізге сабақ болып жатыр. Тәрбие қойыңыз, сізге береміз. Балалар жиналысы жақсы өтіп жатыр. Мен қараймын, баста келген кезде тұйықтау еді. Білмегені аз. Қазір жақсы, шүкір, Аллаға шүкір. Сіздің арқаңызда жұмысыңызда табыс болыңыз. Деніңіз сау болсын. Рахмет, мен негізі бұны тілек деп санаймын. Бұл тілек, сіздер тілек айтып жатсыздар. Рахмет сіздердің тілектеріңізге. Бірақ негізінде алтын микрофон арқылы сіздер тілек емес, сіздер нені үйрендіңдер, соны айтуларыңыз керек. Мысалы, бүгін зейін дегенде, баланың зейіні әртүрлі болатынын түсініңіздер ғой, баланың зейінің әртүрлі болатынын түсініңіздер. Мысалы, біреулер келген бойдан отличник болып, қазір мысалы төмендеп қалатса біреулер мысалы жаймен көтеріп жатса. Оның бәрі де баланың зейінінің, баланың ерігінің, жерінің, оянуының осындай әдіс тәсілдермен біздердің әсер етіп жатқан нәрселеріміз, солай ғой, біздердің нәтижелеріміз яғни деп ойлаймын. Соның бәрін байқап отырсыздар, айтып отырсыздар. Рахмет ата-аналар. Енді мына жерде әсіресе Хафиза айтайын, екпінді болып отыр. Бірақ енді екпінді болғанмен мен кей кезде қарызға дейді ғой, арасында қарызға қойып беріп отырмын. Себебі баланы көтермелеп кішкене арасында сіздердің поддержкаңыз керек те айтып отырмын да, ата-аналар. Сіздер маған қолдау көрсетіңіздер. Мен сіздерге қолдау көрсеткен болдым. Солай ғой, яғни бұл ата-аналарды қолдау деген психологиялық, педагогиялық кәдімгі бағдарлама. Осы бағдарламаны жасау үшін республика көлемінде біз емес, мен сияқты менен де жақсы шебер педагогтар тартылған. Сол педагогтар келіп, осы разработканы шығарған, жаңағының бәрін мен ойдан шығарып тұрған жоқпын. Сосын енді мына TikTok деген бар, не деген бар, ол өз алдына бір тақырыпта. Ертең мына жиналысқа келе беріңіздер. Жиналыстың әр тақырыбы бір тақырып болады да. Әр тақырыбы бір тақырып. Яғни сіздердің көкірегіңізде қандай мұң жатыр, қандай не жатыр. Мысалы, сіздерді ойландыратын тұңғиықтар болады ғой адамдардың, менің балам неге осындай, мен неге осындаймын деген сияқты ой әрбір ата-ананың мазалайды. Солай ғой, сол кезде сіздер осындай жиналыстан қалмасаңыз, әрбір жиналыстан жауап табасыз. Бүгінгі жиналыстан мен ойлаймын, көп адам өзінің сұрағына жауап тапқан сияқты. Солай ма? Сондықтан да рахмет айтып отырсыздар. Рахмет. Енді сіздерге де келгендеріңізге рахмет. Ал сіздерге мынау алдарыңыздағы кішкентай дәмнен ауыз тиіп, судан ауыз тиіп, яғни осы жерде бір сыйластықпен, немен тойға келгендей тарқайық деген бір немен отыр. Енді екінші жаңа 190-ның қорытындысы бойынша Алихан деген оқушының бір сабақ, екі сабақ жібермей тұр, орыс тілін жібермей тұр. Сосын тағы не сабақ. Кеше осы каникулда қосымшаға шақырайын, ой, телефон алмадыңдар. Телефон алмадыңдар. Қосымшаға шақырайын. Мына, бірақ енді шақырғанды да келгенді де мынандай отыр, мектеп деп қоймайды өзімізге. Осындай тапсырма береді, не береді, осындай келген баланы қайтарып береді. Бірақ келгеніне шүкір,